Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі сіздермен таныстыратын платформа ол Quizlet.com. Мекен жайы мына жерде көрсетілген. Дәл осылай іздеу жолағына теріп кіреміз сайтқа. Регистрация жасайсыздар. Зарегистрироваться батырмасын басасыздар. Енді сіздерде зарегистрироваться батырмасын басамыз. Егер сізде Google аккаунт болмаса, Facebook аккаунт болмаса, сіз мына жақтағылардың барлығын жазып, шарттармен танысып, сіз өзіңіз тіркелесіз. Немесе Google аккаунт бар болса, сол Google аккаунтпен ақ кіре салған өте тиімді және жеңіл. Уақытыңыз да кетпейді. Жақсы. Бұл платформада жұмыс істеудің мүмкіншіліктері өте жоғары. Мен өзімнің сабақтарымда оқушылармен әрдайым осы Quizlet.com платформасын міндетті түрде қолданамын. Себебі жеке жұмыс жасаса да, топтық жұмыс жасаса да, оқушыларға берері өте көп. Сабақта оқушыларды қызықтыратын бірден-бір платформалардың бірі десе де болады. Енді бұл платформада сіз тапсырмаңызды қалай енгізесіз, содан бастайық. Мына жердегі плюс батырмасын басамыз және курсқа басамыз. Өзіңіздің курсыңызды сіз создавать еткелі жатырсыз. Физика, менің өзімнің беретін пәнім физика болғандықтан физика деп жазамын. Сіздер өз пәндеріңізді жазасыздар сәйкесінше. Жақсы, келесі жаздық. Енді біз өзімізге бір курсты аштық. Енді осыған модульдерді құрастыра беретін боламыз. Міне, бір модульді қосамыз. Яғни мына жерде менде бар модульдер көрсетіліп тұр. Сіздер жаңадан тіркелген болсаңыз болмайды. Создать новый модуль деген батырмасын басасыз. Бұл платформа, айта кетейін, ақылы версиясы да бар және ақысыз, яғни тегін версиясы да бар. Сіздер бірден кірген кезде ешқандай ақылы версиясына өтудің қажеттілігі туындамайды. Себебі тегін версиясының өзінде бір шама мүмкіндіктер бар, әріптестер. Бұл жерде модульдің атын жазамыз. Электростатика. Электростатика модульдің атын жазып қойдық. Бірінші тарау дей салайық. Керісінше жазуға болады. Енді электростатика тарауы бойынша мен қандай да бір терминді енгіземін. Мына жаққа определениясының мазмұнын жазамын. Мысалы, конденсатор. Зарядтарды реттеуге реттеп отыратын құрал ғой, реттейтін құрал, реттеп отырады. Қысқаша жаза салайық, зарядтарды реттейтін құрал. Так, мына жерге вольтметр деп қойық. Вольтметр тізбекте қалай жалғанады дегенді жазып қойық. Параллель жалғаймыз оны біз. Келесі. Осы электростатика тарауына байланысты бірнеше сөздерді. Амперметр. Ойыма келген сұрақтарды алып жатырмын. Тізбектей. Сіздер өздеріңіз қандай тақырыпты өтіп жатырсыздар, соған қарай ыңғайланып бейімделіп жасайсыздар. Так, тізбектей. Кілт деп жазып қойық. Электр тоғын ажыратып немесе қосып отыратын құрал. Жастық, жеткілікті осы төртеуімен ақ біз өзіміздің модулімізді құрастыра берсек болады ары қарай. Міне, біздің модуль дайын. Енді
міне толық модуль, ешқандай көп ақпарат енгізген жоқпыз, бірақ неғұрлым көп ақпарат енгізсеңіздер, оқушыға соғұрлым ұзағырақ және қызықтырақ болады. Ол жағында ескересіздер. Сіздерге қысқаша таныстырып өтемін. Карточка ретінде таратсаңыздар болады оқушыға. Яғни ол тарату электронды форматта, сілтемесін жібересіздер. Қазір көрсетемін қалай жіберетіндігін. Карточка ретінде ол танысып шығады оқушылар. Конденсатор, вольтметр, амперметр, тізбек, кілт танысып шығады. Және келесі оны жаттағандығын тексереді. Жаттағандығын тексеруші, мысалы, конденсатор, ол жаңа не дедік? Зарядтарды реттейтін құрал дедік, белгіледік. Вольтметр тізбекте қалай жалғанады? Параллель. Амперметр тізбекте қалай жалғанады? Тізбектей. Кілт электр тоғын ажыратып немесе қосып отыратын құрал. Яғни оқушы сіздің берген тақырыбыңызға бейімделеді, ережелерді жаттайды, көзбен көру арқылы есте сақтау дағдыларын қалыптастырады. Келесі тесті орындадық, тексердік. Мына жердегі тесті да орындап алса болады. Мысалы, вольтметр параллель жалғанады. Дұрыс па, дұрыс емес па? Зарядтарды реттейтін құрал конденсатор деп аталады. Дұрыс па, дұрыс емес па? Белгілі. Тізбекте, яғни вольтметр тізбекте қалай жалғанады? Тізбекте ма, дұрыс па? Электр тоғын ажыратып немесе қосып отыратын құрал, ол қандай құрал? Деген сияқты тест тапсырады, және оны бірден тексеру мүмкіншілігі болады оқушыларыңызда. Келесі подборды көрдік. Енді көреді екенбіз подборды. Так, яғни тез уақытта, кім қанша уақытта оқушылардың жылдамдығын тексере аласыздар, есте сақтау қабілетін тексере аласыздар. Кілт сәйкестендіру ғой. Кілт электр тоғын ажыратып қосып отыратын құрал. Тізбекте жалғанатын ол амперметр, параллель жалғанатын ол вольтметр, зарядтарды реттейтін құрал ол конденсатор деген сияқты. Оқушы сіздің бүгінгі тақырыбыңызға жақсылап бейімделетін болады. Енді главныйға барайық. Жаңағы сіздің модуліңіз мына жерде ваша библиотека деп тұрады, сол жерде сақталады. Міне сіздің оқушыға беретін сілтемеңіз. Көшіріп, қандай да бір группаңыз болады ма, немесе QR кодпен көрсетіп қоясыз ба? Ол енді өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Жақсы, біз модуль құрастыруды үйрендік. Енді тағы бір мүмкіншілігін көрсетіп өтейін. Бұл бізде мына жердегі іздеу жолағы. Іздеу жолағында сізде мынадай мүмкіншіліктер болады. Мысалы, сізге қажетті тақырыпты жазасыз. Мысалы, конденсатор тақырыбын жаздық. Конденсатор тақырыбын жаздық. Яғни іздеу жолағы арқылы сіз дайын жұмыстарды іздеп тауып, және өзіңіздің модуліңізде, сабағыңызда қолдану мүмкіндігіне ие боласыз. Мысалы, кез келген біреуіне кірейік, конденсаторды таңдадық. Сізде бірнеше сұрақ жауабымен жазып кеткен екен әріптесіміз Гүлнар деген. Енді бұны сіз дайын форматта қолдана аласыз. Яғни сілтемесін жібересіз. Мен көбіне қалай жасаймын, әріптестер, соны айтайын. Мен көбіне осындай дайын форматтағы сұрақтары келеді ма, өзіме тексеріп аламын. Өзімнің сабағыма бейімдеп аламын, немесе сұрақтар келіп тұрса. Негізі өздеріңіз жасаған өте жақсы. Сіз сұрақты ұзағырақ жазсаңыз, мына жерде жаңа сіздің модуліңізде мына Quizlet Live доступный болады.
яғни мен көбіне осы Quizlet Lift'ті қолданамын. Бұл оқушыларды группамен, яғни топтық жұмысқа бейімдейді, немесе жеке жұмыста өзінің білімін саралап бекітуге негіздейтін тапсырмалардың бірі деп есептеймін. Және уақытты да жақсы есептейді, және оқушылардың арасында алға қарай ұмтылу қасиетінде дамытады, дарытады деп ойлаймын. Біріншісін таңдайық. Сұрақтың форматы өзіңіз таңдайсыз. Керісінше болса керісінше, тура солай болса тура сол жақсы. Quizlet Lift'тің негізгі мүмкіншілігін айтып өттім. Қатты көп уақыттарыңыз кетпейді құрастыру үшін әріптестерге міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызық болған тағы да осындай платформаларды көргім келеді, үйренгім келеді деген әріптестер болса, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Жалпы барлықтарыңызды әрдайым ізденімпаздыққа, жаңашылдыққа шақырамын. Сабақтарыңызды осындай жақсы сайттармен жұмыс жасап дайындалуға шақырамын әріптестер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.